Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, тойымды, дастарханның көркін ашатын гнездо глухаря салатының рецептісін ұсынбақпын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен тазаланған картопты корей салатына арналған теркадан өткіземіз. Картопымыз бірігіп қалмас үшін салқын сумен жуамыз және құрғақ сүлгіге кептіріп аламыз. Қызып тұрған майымызға аздап картопымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Жақсылап қуырылған картопымызды құрғақ сүлгіге сүзіп аламыз, артық майлары сіңіп кету үшін. Және қалған картопымызды да осылай қуырып аламыз. Ыдысымызға ұсақ теркадан өткізген сыр, жұмыртқаның сарысын және ұсақтап туралған ас көпті салып, біраз қасық майонез, дәміне қарай тұз салып араластырып, бөдене жұмыртқасына ұқсатып осылай жасаймыз. Ал жұмыртқаның ағын майда көбейтіп тураймыз. Туралған жұмыртқаның ағын кеңірек ыдысымызға салып аламыз. Қайнатылған тауықтың төс етін жіңішкелеп кесіп, көбік қылып тураймыз. Одан соң қиярды да жіңішкелеп кесіп, оны да көбейтіп турап аламыз. Бір бас қызыл пиязды ортасына жіңішкетіп кесіп, көбейтіп тураймыз. Жуылып тазаланған ас көкті де көбейтіп турап ыдысымызға саламыз. Дәміне қарай майонез, тұз қосып барлығын араластырып аламыз. Әбден араластырып болған соң, салатымызды ыдысымызға салып, ортасын сәл ашамыз. Құстың ұясына ұқсатып форма береміз. Және бетіне картошкамызды қойып шығамыз. Беткі жағына осылай ас көктен сәндейміз және алдын ала жасап қойған жұмыртқаны қойып шығамыз. Біздің өте әдемі салатымыз дайын болды. Сіздерден лайк күтемін және каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.